Балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Баян өлгей, ошы ғиыры көрінбейтін дала, қары кетпейтін таулар. Мезгіл ауысқан сайын төрт түліктің соңынан көшкен жалғыз үй. 19 ғасырдың орта тұсына дейін аттың жалы, түйенің қомында тіршілік кешкен қазақ салтының мұртын бұзбай сақтаған 21 ғасыр көшпендісі. Дәл қазір өмір сүріп жатыр. Бұл біздің қой ешкім сенді, қой малымыз осы. 90 неше жылқы 100-дей сиыр бар. Ешкі 600-дей, қой 900-дей басты. Мал албаты неге қырыла береді ол. Мына алтай беті малға жайла қой жалпы. Албаты қолға қарап, жемделіп қалмайды. Табиғи жолмен жайылып жүре береді. Қыс жаз. Мына жаңа айтып жатырмыз ғой, біз неге отырақтандырып неметпейміз деп. Отырақтандырып біз немететін болса, көшпенді қазаққа жатпаймыз. Біз жердің табиғаттың өзіменен малды соны тамақтандыратын болғандықтан, сол табиғаттың шөбімен суына байланысты көшпенді қазақ. Солай атылады. Көшпенді қазақтың себебі. Сіз сол көшпенді? Иә, біз сол мал шаруашылығымен айналысатын болған жеңкін көшпенді қазақпыз. 4 мезгіл қатар көшеміз. Сіз ойлайсыз ба, келешекте көшпенді қазақ болмайды? Ол Қазақстанда болмай қалуы мүмкін. Дәл Моңғолдағы мал шаруашылығымен айналысатын болғандықтан көшпенді ел болмайды деген жоқ. Қазақстанда көшпенді ел болмауы мүмкін. Өйткені олар тұрақтандырып фермаға мал керектенетін болғандықтан, фермада сол тұрақты керектенетін болғандықтан бір жерде жем шөбін дайындап, байлап, ал біз ұқсап табиғатпен табиғи жолмен мал шаруашылығын пайдаланбайтын болғандықтан көшпей шыдауға болады. Ақби Деңгістің баласымын мен, атым Бақытбек. 1979 жыл 3 айдың 12 күн туған. Қазір 40-қа шығып жатырмын, жасым. 99-да үйленгем. Қазір 8 балам бар. Бәрі осы жерде қазір алдыңғысы 12-ші сынып. Содан төмен қарай ең артқысы бесіктен жаңа шықты. Бәрі қолымда. Өзім мал шаруашылығымен айналысам. Қосымша көп бар. Жаңа аударыспақ ойындарымен, ат ойындарымен ойнайым. Құсбегілік, мына мен айналысам. Осы Баян өлгейде туғам. Осы өлгей түбінде туып, қайтып сол кәсім мал болғандықтан содан бұлай ауылға шыққам. Сонда қазір тіршілік етіп жатырмыз. Онда 3 жерде тұрақтаймыз. Мезгіл сайын бізде көшпенді қал. Біздің өзіміз табиғи көшпенділік болғандықтан, сонымен жансақтайтын болғандықтан солай. 4 мезгілде 4 өңде де 5 рет көшеміз ылғи. Солай күн көреміз. Бізде ешқандай малды қолдан жемдеу дейтін жоқ. Сол табиғатпен ғана тіршілік етеміз. Фермада ұстауға болады, ұстайтындар ұстап, сауатындары сөйтеді. Біз болғанда етке береміз, күзде малдың өзінің жайылымындағы тойынғандығымен сатып керектенеміз. Фермада ұстайтындар сауық үшін ғана, сүтке сүт фермасындағылар ғана солай ұстайды. Ал қыста көп арықтап, біздің табиғаттан мал арықтап, ондай сойға келмей қалмайды. Баян өлгей қазақ
қазақтың бір азғана қалған несі, мына Қытай қазақтарынан бері қарай ауып келіп тоқтаған жер, тұрақтаған. Сол қазақтың салты ұсталғандығымен ғана ұнайды. Басқадай көп ерекше несі жоқ болса да, азғана қазақ болса да, сол салтын ұстап, ешқандай ешкімнен бұқпалық көрмеген ергеуделігімен ұнайды. Басқа жердегі біздің қазақтың шашылмаған жері жоқ қой. Құлаяғы Түркияны, Дағыстан дейтін қазақ бар. Қытайда да қазақ бар. Қай мемлекетте тұрса да, сол мемлекет өз аясына алып былай қолтығына кіргізу керек. Қытайда болса қытайландыру, басқа орыста болса орыстандыру, басқа мемлекеттер өз несіне ұлтына былай тартып алып, сон тілін бәрін жойып, сол жағына саясаттандыруды жүргізіп кетеді. Ал Моңғолда ондай жоқ. Сол мемлекеттің өз ұлттығын, мына ең аяғы наурыз, ораз ұстағанымнандағы айттарды сол қалпында өз еркімен жүргізіп отыр. Сонда саясаттандыруда ешқандай ондай қыспағы жоқ. Ол сол мемлекеттің өз саясаты. Бұда да әртүрлі ұлт тұрады. Жалғыз қазақ қана емес, моңғол қана емес. Тыва, Қаза, Раңқай, Дөрбет, әр ұлт тұрады. Оның әрқайсының салтын жой жібермеген ешқандай. Қай-қайсында өз салтымен жүреді. Бұл мемлекеттің өзінің несі, ұстанымы ар жағындағы. Мына жердегі қазақтардың тілі таза, қазақ. Сонда қазақты көбейту керек. Қазақ ең алдымен қазақтың таза қазақша сөйлейтін қазақты алу керек. Қазақ не байланыстырады дейді. Қазір біз ұлттық ойынмен ойнап жүрмін. Ұлттық ойынды қазақтар болмаса, мұсылман елде болмаса басқа кім ойнайды? Тіпті басқа мемлекет. Мен алғаш барып қатынасқанда 2005 жыл ғой деймін. Сонда Көкбұрға барғанда 8 ел ғана шапқан. Биыл міне 36 ел қатынасып жатыр. Биылғы несінде 2017 экспосына барып қатысқанда. Сонда оның өркениеті, қаншалық қазақ ойынның дамығандығы сонда барып байланыстырып жатқан себебі сонда тұр. Неге дейтін сұрақ жоқ. Сол қазақтың елінің ар жағында дамысы, өркениетінің арқасында сондай көпке созылып үлкенге қанат жайып бара жатқандығы. Биыл міне мұхиттың арғы жағындағы елдерге қатынасып жатыр. Өте қуаныштымын сол үшін. Қазақтың елі сондай дамыса, қанаты жайылса, біздің сол жақтағы шеттегі қазақтардың марқабаты сол үшін қуанамыз. Қазақ екенімізге. Қазақстандағы алғашқы барған кезде 2005-те барған. Ондағы кездегіден емес, биыл барғанда көп әсер алдым. Қазақта алғаш барған кезде орыс тіліменен 2005-те аудандай орысша болатын. Биыл барғанда қуанып қайттым. Керемет қуанышта болдым. О жағының қазақтар кереметтей бұзылып, кереметтей қазақтанып жатқанына. Шетелде жүрсек те бізде, шетелде болсақ та дәл ішіне аралап қайтқандай болмайды. Ішіне барып қатысып қайтқанда өте қуанышта болдым. Қазірде телевизордан көріп, сұхбатпен тасқан жігіттердің сырттан барғанына, қанаттардың қандай халде жүргенін, шетелде қандай дәрежеде қайтып жүргенін өздерінің сұхбаттан естіп келіп отырмыз. Оның жайында неметкенде Қазақстанда жүргеніне өте қуаныштымыз.
Nurka. Sen жүре бер. Бұл келген жеріміз мал төлдейтін бір айдай отырып кететін жер. Отар деп аталады енді қазірше. Әзірше ғана күнкөріспен отырып кететін жер. Қай уақытқа дейін бұнда болады? Енді 4-ші ай шыққанша ғана. 4-ші айдан кейін жаңа қайтадан қыстауға барамыз. Мынаның аты Тастүлек. Неге Тастүлек? Жасына қарай атайды. Біріншісін Балапан дейді, 1 жасарым. Екіншісін Тастүлек дейді. Үшіншісін Құмтүлек дейді. Одан кейін 4-тен бастап ана қана, содан кейін кәрі құсқа жата береді. Сол ана қанаға ілінгеннен кейін құс өзі туып өсе береді. 2 жастың Тастүлек құсы еш нәрседен қайтпайды, шыңдалды деп ойлайды. Жігіт 20 жасынан бастап шыңдалды, қабырғасы қатты десе, құсты 2 жасынан бастап, Тастүлегінен бастап түскен нәрсесіне қайтпайды деп айтады. Мына Тастүлек құс. Мына құсбекті бала күннен бастадым негізі. Құс қуып, алғаш құсты жүзден ұстап, оны қалай қолға үйрететіндігін күнде. Ай керек десе аяқ бауы қайсы екенін танымайтын күн. Өзім даладан қақпамен ұстап, қолымды, екі қолымды бірдей бүркітке ұстатып, қолымды далада жалаңаш аша алмай алған күнім болды. Сөйтіп барып қызықтап, бұл не деген қаруды құс деп. Содан кейін құстың артынан түстім. Бұл да жаман болған жоқ. Мына сайыстарға да қатысып жүрмін. Ер жігіттің 3 сынағы бар дейді. Біріншісі жүйрік ат, түзу мылтық, қыран бүркіт деп. Сол қыран бүркіттің ең бір шеберлігі қыранның қоя берген аңды даладан ұстап бүріп жататындығы. Ұстап, орнынан тұрғызбай. Түзу мылтық атқан жерінде құлатса, бүркіт болғанда жеткен жеріне мүжіп, қандай тас, көзге көрінбей кеткен белді асып барып ұстап жатады. Сондай қырандығы көзіне көрінген, жараған кезде несі болса да алып тастайды ол. Біздің байын өлгеде көбі ұстайды енді, бірақ 100% емес. Қайтсе де бір 60-70% ұстайды енді осыны. Құсбегілікпен айланысады. Осында сайысқа қатысады, аңға салады. Тегінде ашаршылық заманда осы құстың ұстаған аңыменен киім киіп, сонымен тамақ ішіп жан сақтаған. Ал қазір болғанда саятшылықпен саяхат орнына керектеніп жүр. Бұны ал бұл болғанда өте киелі, құстың қанаты көлеңкесі тиген жерге ойбай жаман емес, жақсы, бақыт қонады. Іргесіне құс аңғымаған деген бізде атаулар бар. Бұл қазақтың бір салты, жаңағы 3 салттың, ер жігіттің 3 мұрасының бірі, соны жібермей сақтап қалған. Сол қазақи салттықтығын басқа ұлт ұстаса көрмей білмей жүрген жоқ. Қазақтың салтына байланысты. Қазақтығы ұлтымашы бүркіт ұстауды керек. Қанша әлемді аралап, қанша несін жүрсе де, жер жүзін аралап, әлемді шарп етсе де, қазақтығын ұмытпай, қазақтығын сақтап қалса деймін. Біз қазақ қанды екенімізді қай-қайсымызды ұмытпасақ, сол балаларым да сөйтіп ержетсе деймін. Жаным елім садағасы дейді ғой. Сол ұлттығын ұмытпаса, менің қазақтығым солына. Соны қазақпын деп білсем деймін.
Менің атым Дәуіт, мен Монғолиядағы қазақмын, жасым 11-де, әкем аты Бақытбектің баласымын. Күнделікті жұмыс, қарымар әкеп беріп, үйдің жұмысын істесіп, кейбір кезде мамамға, кейбір кезде әкемге көмектесем, үйдің жұмысын істеп. Біз 8 ағайындымыз. Үлкен ағам аты Дәуренбек. Одан кейін мен, одан кейін Сүліш әпкем, одан кейін Дәуренбек ағам, одан кейін Құрылай, одан кейін Амангүл, одан кейін Медина, одан кейін мен, одан кейін Нұрқа бауырым, одан Айсы, одан кейін Тоға. Екеуі де тең. 4 ұл 4 қыздан. Егер әкім бір жағын ауысып кетсе, әйелім бірге кететін еді. Сондайда мазақтап Қытайда барып көкпар ойнап, сонда жүргенімізде бір тілші келіп сұрады. Қанша баладан болады сендерді деп. Бәрі мазақтап кәрісімен ішінде сонда мынада 8 баласы бар деп. Шын ба өтірік қой деп сөйтіп. Шын деп сұрап жатыр ғой. Содан сұрап әг жерде не деген бақыттысың дейді. Одан немене бақыт бар, әйел таба бердім, мен таптыра бердім деп күлдім бәріне. Сөйтсем айтады, біздің бір 80-ге келген шалдың тойын тойлап дейді. Сол кезде әгіде 8 баласы бар екен. Екеуі әке-шешесіне шалға қарап тұр 80-дегі. Ол дегенің сүйеніп әренге отыр дейді. Ал ананың қалған 6 баласы 80 жасын тойлап жатыр, тойда қатысып жүгіріп жүр. Ал мен де 2 балам бар. Мен 80-ге той тойлайын десем, маған кім қарайды, менің тойымды кім жасайды дейді. Сен де сондай бақыт екенсің деп әгідеген жылайды. Тәуба енді. Ал жүріңдер, үйге кіріңдер жігіттер. Жұмыс мына жақта табылмайды. Бәріне бірден малда шаруашылық болғандықтан, енді сондықтан тұрып жатырмыз ғой. Ойлайсың, әлде де ауыстып кетуді ойлайсың. Қалаға қарай көшеміз деп, сонда үй бар, әлде де барамыз ба деген ойымыз бар. Иә, мен 10 тауысқаннан кейін тура қырға әке-шешем болады осында. Соған қолғанат ретінде малшы болып шыққам. Міне 22-ден 23 жылға айналып бара жатыр. Мен шыққалы. 18 жасымда шыққам. Қазір 40-та. Өзіңіз сіз оқыдыңыз ба? Жоқ. Оқымадыңыз ба? Иә. Неге оқымадыңыз? Басқалардың бәрі оққаннан негізі осыны малға қарай қойған кісі болған жоқ. Ең кенжесі болды үйдің. Сол себепті малда қалдық қой. Я балаларға басқа өмірді тілеймін. Солай дайындап та жатырмын. Мынада сағат бөліс, бәлемпай сағат істейді дейтін жоқ. Мынау 24 сағат түнде қорада, күндіз жанында шаруасы өте ауыр. Сондықтан жеңіл жұмысқа көптің ортасында болса деп, балаларыма солай дайындап, солай тілеймін. Әкеміз қалай шешсе сонымен жүрдік қой. О кезде о кісілер барып кәне өздері қатысып кәне келіп жүрді. О кісі Қажыға дейін барып, Аравияға дейін көріп, неметіп көр. Болса өзің шешіп, көріп барып шешерсің, қай жерге барам дегеніңді. Көргенің дұрыс деп ең алдыменен. О кісі өзі барып көріп келгеннен сондай мақсат айтты. О кісінің көр деген себебі, қай жағы көргеннен кейін шешімге келетінін біліп отыр. Мен де көргеннен кейін солай шешім. Бұрын осы қалпа бармай жатып, мен қайтесің десе, осында өлемін деп айтар едім. Қазақстанға барып көрмеген болсам. Ал енді қазір болғанда,
барғанға не жетсін, сол жаққа орналасса шіркін деп бармай қалады. Бәріміз сонда барып, сонда тұрмыс етіп, сонда тіршілікпенен, сонда кәртейіп өлсек, арманымыз жоқ қой деп ойлаймын. Оны енді бір Алла тілегімізге жеткізетін, жеткізбейтін Құдай біледі. Менің мал баламның өмірін шешпейді. Менің туған жерім сол болғандықтан, баламның өмірі келешегі сонда. Сондықтан соған қарай тарту, қайсыда тарту керек. Қанша малды, қанша дәулетті ол адамға мәңгі болмайтын нәрсе. Батыр бір оқтық, бай бір жұттық дейді. Сондықтан оған байлануға келмейтін нәрсе.